Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін қайнатпалы кремнің ең оңай әрі дәмді рецептімен бөлісетін боламын. Бұл үшін ешқандай қаймақтың, сгущенканың қажеті жоқ. Құрамы сүтпен жасалады. Алдымен сүтті ыдысымызға құйып, ысытып алатын боламыз. Ол ысығанша жұмыртқаның үстіне қантты салып, жақсылап араластырамыз. Қатты көпіртудің қажеті жоқ. Біркелкі болғанша араластырсаңыздар жеткілікті. Енді осының үстіне крахмалды қосатын боламыз. Егерде крахмал болмаса, оның орнын ұнмен алмастыруға болады. Барлық заттардың мөлшері видеода және описание бөлімінде жазылған. Осы массаны біркелкі қылып жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін сүт қатты қайнатпай, ысығаннан кейін осы массаның үстіне сүтті 2-3 ожау құйып, жақсылап араластырамыз. Сүт құйылған кезде біздің жұмыртқа пісіп кетпеу керек, сондықтан араластырып отырыңыздар. Мінекей, шамамен ысыған сүттің жартысы осы массаға құйылды және де біркелкі араластырып шықтым. Енді осы сүттің үстіне осы араласқан массаны үздіксіз араластыру арқылы құйып отырамыз. Бұл массаны үздіксіз араластырып отыруымыз керек. Венчикпен сол кезде түбі жабыспайтын болады. Мінекей, шамамен 3 минуттың ішінде осылай қоюланып, біздің креміміз дайын бола бастады. Қайнатпалы креміміздің арасында іртік болмау үшін үздіксіз араластырып отыруды ұмытпаңыздар. Кремге ерекше дәм беру үшін ванилин немесе осы ванильный сахарды қосып араластырамыз. Және де үстіне 50 грамм мөлшерінде майлығы жоғары майды салып, тағы да араластыратын боламыз. Бұл кезде біз газымызды өшіріп қоямыз. Өзі кремнің ыстығымен осы май еритін болады. Мінекей, крем дайын болып қалды. Енді осы қоюлықты таза ыдысқа салып қоямыз. Бөлме температурасында салқындауы керек. Бетін жақсылап тегістеп аламыз да салафанмен немесе пищевой пленкамен ауа өткізбейтіндей жауып шығамыз. Мінекей, мен осылай пищевой пленкамен жауып шықтым және де бөлме температурасында 1,5-2 сағатқа қойып қойдым. Мінекей, біздің 1,5-2 сағат уақытымыз өтті. Біздің крем жақсы суып шықты. Мінекей, қасықпен көрсеңіздер, осындай қою болып шығады. Венчиктің көмегімен араластырып шығатын боламыз. Дайын болған кремді пакетикке салып, формасын көрсетуге ыдысқа құйып жатырмын. Осындай қою әрі дәмді крем дайын болады. Мінекей, бұл крем көбінесе пирожныйларға, эклер, профитролиға жақсы келеді. Сондай-ақ Наполеон, медовик торттарына да қолдансаңыздар өте дәмді шығады. Алайда красный бархат, вупипай сияқты торттарға келмейді. Себебі бұл крем өз формасын сақтамайды. Осындай сұйық болып келеді. Каналымызды қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Альмира. Алда талай қызықты рецептілермен бөлісетін боламын.